Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті ата-аналар және менің сүйікті талапкерлерім. Бүгін сіздерге керемет сабақты өтетін боламын, яғни доп грант және сараланған грант. Өткені бұл туралы айтып кеткен болатынмын, бірақ бүгін міне осы тізім шықты. Мысалы, соны қазір егжей-тегжеймен түсіндіремін. Түскендер не істейді, түсе алмағандар не істейді. Жалпы бұл сабақтарымызды еске сала кетейін, біздің әсіресе мына менторство, ата-ана про, талапкер про, студент про алған біздің студенттерге, ата-аналарға арнап жатырмыз. Осы видео пайдалы болады деп үміттемін. Осы видеоны қайта-қайта көріңіздер. Және мына біраздан кейін айтатын әртүрлі гранттардың тізімін тіпті телеграм каналға жіберетін боламын. Сондықтан қарап көріңіздер. Шұғыл арада, тез арада түскен университетіңізге хабарласыңыздар. Ендеше дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Ал доп грант дегеніміз не ол? Сараланған грант дегеніміз не ол? Жалпы мен бұның алдында сіздерге бірнеше рет айтқан болатынмын, гранттың түрлері көп деп мысалда. Жалпы 14 түрлі грант болса, соның ішінде доп грант дегеніміз мына игерілмей қалған гранттарды қайтадан үйлестіріп беру. Біз бұған дополнительный грант деп айтайық. Орысша көбісінің миында осылай қалып қойған доп грант деп. Негізі қосымша грант деп айтайық мысалда. Сараланған грант дегеніміз бұл не? 50% сіз төлейсіз, 50% мемлекет төлейді мысалда. Вот осындай гранттарды біз әсіресе мына төрт таңдау барысында, әсіресе мына менторство группамызда, талапкер про сабақтарымызда көп түсіндіріп кеттік мысалда. Ата-ана про сабақтан түсіндіріп кеттік. Себебі бұны сіз алдын ала білуіңіз ертең күні грантқа түсуіңізге өте тамаша мүмкіндік. Міне бүгінгі таңда мына қаншама ата-ана жазып жатыр маған, міне қарап жатырмын смс-терді мысалда, балалар жазып жатыр, ағай топ грантқа түстім ғой, рахмет деп, мысалы біреу жылап жазғандар бар. Оның бәрін қазір сіздерге жеткізетін боламыз. Ал негізі тақырыпқа келейік. Кеше ғана осы доп грантты, сараланған грант тізімі шықты. Мен бұны өзімнің әсіресе мына VIP группаға бәріне жібердім, телеграм каналыма жібердім. Сол жақтан скачать етіп алып қараңыздар. Ана жерде бір 1000-ға жуық бет бар. Сол жерде соңына қарай, әсіресе 600-700 беттен кейін әртүрлі грант түрлері көп мысалда. Сол гранттардың тізімін өзіңіз іздеп көріңіздер. Енді қараңыз, доп грант алу жолдары қалай еді? Доп грантты алу жолдары, жаңа мен сізге гранттарды түсіндіріп кеттім ғой да, мысалы, жалпы мынаның барлығы мемлекеттік грант. Яғни республиканский бюджеттен келетін ақша. Грант деген ақша. Грант деген ол тегін нәрсе емес, мемлекет сіздің балаңызға 4 жыл бойы ақша төлейді, стипендия төлейді деген сөз. Демек, республикалық бюджеттен, яғни жалпы жаңағыдай мемлекеттік грант дегенімізге ол жалпы конкурс гранты кіреді, педквота кіреді, серпін кіреді, топ грант, вакантный грант, сараланған грант, целевой грант, өңір тех грант барлық кіреді. Көрдіңіз ғой да? Әсіресе мына грант конкурсы кезінде тапсыруға болатын бүкіл гранттар соның ішіне кіреді. Енді қараңыз, сіздің балаңыз, қызыңыз, яғни қазір осы жаздың грант конкурсында 4 таңдау жасады, дұрыс па? Міне қараңыз, сол жақта қарасаңыздар, ағылшын дүниесі таңдап, енді балы ары кетсе бір бәлкім 115 пе еді бұл баланың, 113 есімде жоқ қандай баға екен. Не істеді? 4 таңдау жасады. Не жасады? Алғашқы мына 4 таңдау дегеніміз, құрметті ата-аналар, егер білмейтін болсаңыздар, балаңыз 11 сыныпты бітіргеннен кейін, негізгі тапсырып болғаннан кейін, грант конкурсы кезінде бір емес бірнеше университет, бірнеше маман таңдауға толық құқығы бар. Бірақ 4 таңдау мұқият болу керек. Егер 4 таңдау бойынша дұрыс жасамаса, өкінішке орай былтыр 122 балмен, биыл 119 балмен грантсыз қалғанды білем. 4 таңдау дұрыс жасаса, бәлкім жаңағыдай 110-108 балмен грантқа түсетін жағдай бар. Мысалы, тіпті одан төмен гранттар бар. Сондықтан мына 4 таңдаудың өз анализі бөлек. Мен бұны арнайы өз мұғалімдерге үйретіп жүрмін, ата-анаға көп үйретіп жүрмін. Неге? Бұл керек дүние себебі. Енді қараңыз, 4 таңдауда не жазды? Біріншімен алғашқы екеуін өзінің қалаған университетін, және жалпы конкурсты жазды. Бұл не деген сөз? Бала өте ақылды. Тфай, мен деді СУ-да оқуым келеді, екі шет тіл мұғалім болғым келеді деді. Қараңызшы, өте тамаша. Егер оған грантқа түсе алмасам, екіншісіне халықаралық қатынастарда Казгуде, тоже Алматыда, көрдіңіз ғой да? 0.25 Казгу Аль-Фараби, соған түсем деді, түсім келеді деді. То есть мұны алғашқы екеуі демек баланың қалауы деген сөз. Үшіншісі, егер бұларға түсе алмасам, бұл уже педквота болып табылды. Қараңыз, негізде шет тілі мамандығын қайта жазуға болмайды, бірақ именно ЖГУ, Дулат сияқты өңір таңдаған кезде педквотамен болатын еді. Бұл ақылды, жаңағыдай жаздық осылай. Көрдіңіз ғой да? Не болды? Б018 екі шет тілі, ЖГУ Жансүгіров, жаңағыдай Талдықорғанда университет жазды, 0.15 коды, және төртіншісі Дулати 0.43 Тарас.
иә. Енді қараңыз, бұл бала егер төртеуіне де грантқа түспесе, не болды? Әне айттым. Яғни осы жоғарыда көрсетілген ешқандай грантқа түспесе, серпін грантқа түспесе, педквотаға түспесе, жаңағыдай целевой грант, өңір ешқандай түспесе, демек балаға доп грант шығу ықтималы жоғары. Өйткені балда жаман емес. Көрдіңіз ғой да? Доп грант дегеніміз осы. Яғни доп грантты не үшін пайда болады, оны да түсіндірейін. Доп грант дегеніміз, қосымша грант дегеніміз, мысалы да, болады кейбір балалар мысалы соңғы сәтте оқымай шетелге шығып кетемін дейді, мысалы да, оның түскен гранты бармайды, мысалы да, не болмаса ұнамайтын мамандыққа түскен болуы мүмкін, мысалы да, бәріне мұғалім болу ұнамайды бәлкім, мысалы да, немесе университет ұнамауы мүмкін, отказ береді. Не болмаса соңғы сәтте мен дейді жаңағыдай 2-3 грант алатын да бар, мысалы да, мен ішкі грант алдым, басқа мамандыққа барамын, немесе Назарбаев университетіне түстім дейтіндер болуы мүмкін. Сол кезде бұл грант босайды, көрдіңіз ғой да. Не болмаса, мысалы допустим, бір мамандық алайық, X мамандық, атын айтпай ақ қояйын, мысалы да, мемлекет 3 жыл грант бөледі, бірақ көп балалар оларға барғысы келмейді. Мысалы допустим, айталық, X грант, X мамандық болсын, 300 грант бар, оған 150-200 бала құжат тапсырды. Демек не болды? Барлығы грантқа түсіп кетті. Шекті балалар бар, бәрі түсіп кетті. 100 грант артық қалды. Бірақ мемлекет айтады, бұл ақша ғой, яғни грант деген ақша дейді ғой да, мысалы. Не болды? Ол грантқа бөлінген ақшаны мемлекет айтады, демек оған талапкерлердің қызығушылығы жоқ болса, басқа қызығушылығы бар салаларға бөліп берейік дейді. Көрдіңіз ғой, себебі мемлекет уже бюджет бөліп қойған, ақшаны бөліп қойған, көрдіңіз ғой да. Не айтады, мысалы мұғалімдік сала сұрап жатыр ма, соған бөлейік. Медицина сала немесе жаңағыдай IT саласы керек па, соған бөлейік деген сияқты доп грант осылай пайда болады. Көрдіңіз ғой да. Яғни мемлекет все, ешкім грант түспеді, давай ақшаны артқа айтайық емес. Мүмкіндігінше балаларға не істейді, поддержка береді, қолдау көрсетеді. Сондықтан да доп грант осыдан пайда болды, көрдіңіз ғой да. Демек сіз допустим кезінде екі шет тіл мамандығына шекті балл қанша еді, 124 па сондай, мысалы да, халықаралық қатынастарға сондай одан жоғары, 120-дан жоғары, мысалы да, сіз грантқа түсе алмадыңыз, мысалы да, тіпті ЖГУ-ға да, Дулатиға грантқа түсе алмадыңыз, ешқандай грантқа түсе алмадыңыз, настроенсіп жылаудың қажеті жоқ. Осылай әсіресе біздің мына менторство жазылғандарға, мысалы менің 4 таңдап алғандарға, менің маман таңдап бергендерім, мысалы әлі есімде айтқаным бар, ешқашан берілмеңіз, до конца барыңыз деп, шүкір, қаншадан бүгін грант қосып қуанып жатыр. Дәл солай не істеді, доп гранттың қазір мүмкіндігі пайда болды. Міне көрдіңіз ғой да, доп грантты не істейміз бұл жерден, қателеспесем бұл бала ЖГУ-ға ма или Дулатиға ма доп грантқа түсіп кетті, мысалы да, көрдіңіз ғой да, ондай мәселе бар. Демек доп гранттың мағынасы не? Жоғарыда сіз ешқандай жерге грантқа түспеген болу керексіздер. Кей кезде болады, ұнамайтын төртінші таңдауға жазасыздар, мысалы да, мен ладно, жаңағы әшейін жаза салайыншы, бірақ жазғаннан кейін барғыңыз келмеді, мысалы да. Бірақ мысалы сіз екі шет тілі мына жақта допустим екі шет тіл жазбадыңыз, мысалы допустим бір ұнамайтын мамандық жаздыңыз, сіз барғыңыз келмеді, сосын айтасыз маған балым жоғары, грант шықпады. Себебі сіз уже мына 4 таңдаудың біреуіне грантқа түскен боласыз. Егер сіз жоқ мен бас тартып едім, ой мен оқымайын деп айтып едім, ой өтініш жазып маған бәрібір, жүйе бойынша сіз 4 таңдаудың ішінде болғандықтан грантқа түскендіктен сіз уже грантыңыз бар болады, доп грант шықпайды. Сондықтан да мына келе жатқан ата-аналар 4 таңдау барысында міндетті түрде ұнайтын мамандықты ғана жазыңыз. Көрдіңіз ғой, бұл өте маңызды мәселе. Бұл доп гранттың мәселесі. Енді сараланған грант. Сараланған грант дегеніміз ол мемлекет мына ішінара дейді, мысалы да, 50% төлейді, 50% сіз төлейсіз. 50% мемлекет, 50% сіз төлейсіз. Бұл болашақта қарқынды дамиды, сұраныс келіп хабарыңыз болсын ата-аналар. Барлық мамандыққа емес, кейбір мамандықтарға, әсіресе жаңағыдай мына осылай журналистика болсын, халықаралық қатынастар, шет тілі деген мамандықтарға сондай бір грант бөлді. Бірақ сіз бұны жаздың күні грант конкурсы аясында мына 13-20 шілдеде университеттің приемный комиссиясына барған кезде сізге бір ақ қағаз береді ғой, сол кезде сұрайды сізден, сіз сараланған грантқа келісім бересіз ба, өйткені мамандығыңыз да бар дейді, мысалы да. Бүкіл мамандықтар жоқ болуы мүмкін, тек қана сіздің мамандығыңызда, осы таңдаған мамандықтарыңызда болуы мүмкін, мысалы да, журналистика, қазақ тілі, екі шет тілі, халықаралық қатынастар, иә деп тик қойсаңыз, сіз уже осы сараланған грантқа түсу ықтималыңыз жоғары болады. Ал егер жоқ маған келемін дейтін болсаң, итак сіз тізімде болмайсыздар. Сондықтан да ана сізге берілген корешок бар ғой, соны тексеріңіздер. Егер галочка болса, сіздің осы грант тізімде болу ықтималыңыз өте жоғары. Түсіндіңіз ғой да? Яғни бұл да сізге құлағыңыз алтын сырға болсын. Демек осы жылғы, яғни уже бітірген бірінші курста оқып жүргендер сараланған грантқа окей берген болсаңыз, тізімін іздеп қараңыз. Келер жылғы осы видеоны жаңағы ата-ана қарап отқан болса, немесе номерлер қарап отқан болса, келер жылы 4 таңдау барысында өте мұқият болыңыз. Бұған тик қоюды ұмытпаңыздар. Жалпы мен осы менторствода өзімнің 4 таңдауымда бұны барлығын егжей-тегжеймен естідім, түсіндіріп беретін боламын сіздерге. Ойбай, тізімде жоқпын, не істеймін ағай? Вроде ешқандай грантқа түспеп едім ғой, сараланған тек қойып едім ғой, не сонда, мен неудачникпін ба, мен ылғи жолым болмайды ағай, деудің қажеті жоқ. Демеңіз, вообще керек емес.
сіз де жоқ болсаңыз біріншіден асықпаңыз. Бұл қанша бір 1000 бет қой анау деген, мен телеграм каналға жіберген 1000 бет. Мұқият іздеп көріңіз. Керек болса мына control find дейді, әсіресе компьютер іздеп көріңіздер. Аты жөніңізді, иініңіз, жсн болса бәрін іздеп көріңіз, қараңыздар. Бірақ алдыңғы видеолар ескерткенімдей, сіз 4 таңдаудың ешқандай грант түспеген болу керексіздер, және саралған грантқа галочка қойған болу керексіздер. Жақсы ма? Бұл біріншісі. Екіншісі, вакантты грант туралы айтқан болатынмын. Вакантты грант дегеніміз ол ақыл оқып жүргендердің ақылдан грантқа ауысу жүйесі. Бұл не деген сөз? Яғни сіз бір семестр жақсы оқысаңыз, немесе бір жыл жақсы оқысаңыз, мысалда, кейін бүкіл сабақтардың 4-5 болу шартымен кейін грантқа ауысуға мүмкіндік бар. Бұл қашан? Көбінесе желтоқсан және тамыз айларында. Яғни бір жыл оқығаннан кейін немесе 6 ай оқығаннан кейін кейбір балдар шынымен де болады. Өзімде болды мысалда, 132 алған, бірақ ағай мамандық менікі емес деді. Не болмаса шынымен де жоғары баласа да ағылшын жақсы оқи алмады. Не болмаса кейбіреу келді, мысалы мен физика математика жаман қиын деп жаңағыдай тастап кетті мысалда. Не болмаса оқи алмады шынымен де. Болады сондай. Или там шетелге шығып кетті. Бір семестрден кейін босаған гранттарға сол мамандыққа сіз не істейсіздер? Сол университеттің студенттік бөліміне немесе деканатқа барып өтініш жазасыздар. Мен ақыл оқып жатырмын, менің оқу үлгерім жақсы, бүкіл сабақтарым 4 пен 5, мені ақылдан грантқа ауыстыруыңызды сұраймын деп өтініш қалдырып кетесіздер. Бұл жерде сіз әрекет жасау керексіздер. Қараңыз, сіздің артыңыздан ешбір декан, ешбір куратор, мұғалім, профессор, ректор, проректор жүгірмейді. Жақсы ма? Ой, братан, келсе саған грант беремін демейді. Хабар болсын. Бұл университет өзіңіз жауапкершілік алу жер осы жері. Көрдіңіз бе да? Бұл ата анаңыз емес. Құрметті, бұл жерде бірінші курс студенттер, екінші курс студенттер жүгіру керек. Болашақта 10-11 сыныптар талапкерлер де құлағыңыз алтын сырға болсын. Вакантты грант дегеніміз өзіңіз жүгіресіз, оқу үлгерім жақсы болу шартымен, пожалуйста, барып өтініш жазасыздар. Бұл екіншісі. Үшіншісі, жалпы енді ақыл оқу жасқа. Мысалда, ақыл оқу ақымақта емес. Ақыл оқу бұл ақылының тірлігі. Яғни өзіңіз сүйікті мамандыққа оқып жатсыздар, демек ертең былай да мен жақсы маман иесі боламын. Ата-анамның баған шығынын мысалда қайтарып беремін деген сияқты миыңызға құйыңыз. Біз оған ата-ана грант дейміз. Яғни сіз ата-анам ақша төлеп жатыр демеңіз. Ата-анам мен үшін инвестиция ақша құйды деп құйыңыз, мысалда инвестиция жасады деңіз. Демек сол ақшаны мен бір 5 жылдан кейін жақсы маман болсам қайтарып беремін деген сияқты миыңызға құйыңыз. Қайтару деген ақша ретінде болмауы мүмкін. Мысалы сіз бақытты болсаңыз, мен сізге айтайын, мен де ата-анамын, біз бәріміз бақытты боламыз. Сіз оқып жатқан маманыңызды ертең өзіңізге жаңағыдай еліңізге пайдалы болсаңыз, біз содан риза боламыз. Яғни біз ата-аналар жалпы құрметті талапкерлер, яғни сіздердің бақытты болуыңыз үшін жүрміз. Шынымен де былай қарасаңыз кейбір ата-ана үшін былай жылына 1,5 миллион теңге көп ақша емес мысалда. Сонда 10 айға бөлсең ары кетсе 150 мың теңге қайда кетпей жатыр мысалда. Барып мен сізге айтайын, той домалаққа да беріп жатқандар бар. Немесе кешірім өтінемін бұл жерде, яғни кейбір ата-аналардың жаңағыдай жарысына түсіп келіп жатқан жоқ. Бірақ біз құрметті ата-аналар кей кезде былай Дубайға барып келеміз, шуба аламыз, айфон аламыз, бірақ баланың біліміне көп ақша құйғымыз келмейді екен. Бұл өте маңызды мәселе. Сондықтан да егер мүмкіндік болса, бүгіннен бастап балаларыңызға инвестиция, ақша не істеңіздер, жинап үлгеріңіздер. Мысалы керек болса депозит ашасыздар ма, білмеймін енді, не болмаса өзіңіз бір сақтап қоясыздар ма. Яғни балаңыздың болашағын алаңдап ақша құйыңыз. Ертең оны грантқа салмаған жағдайда осылай балаңызды керек болса ақыл оқытыңыздар. Қазір жастар ой ата-анама жүк болмайын деп жаңағыдай сізден ақша алғысы келмеуі мүмкін, өз жұмыс істегісі келеді, сөйтіп жаңағы ұрынады жүреді. Не болмаса кейде болады жаңағыдай ойбай ата-анам жаңағыдай ақшамен оқытпай ақ қойсын, мен ақыл оқымаймын деген сондай бір өзінше болатын жігіттер бар, барады да қайдағы бір мамандыққа грантқа түссем болды дейді. Сосын 4 жылдан кейін мама это не мое деп стресспен депрессиямен жүреді. Зачем мысалы да? Сондықтан да балаларыңызға айтыңыздар, ата-аналар, балам айналайын, ақыл оқу ақымақтық емес, мен саған ақша төлеуге дайынмын, ең бастысы сен бақытты болсаң болды деген сияқты баланың дұрыс маман таңдауына тікелей әсер етіңіздер. Құлағыңыз алтын сырға. Құрметті бірінші курс студенттер, яғни жарайды ақыл оқыдыңыз, мысалда не істеп жатырмын, сіздер бірінші курста егер белсенді болсаңыз, жаңағыдай қосымша стипендия алуға болады, кейбіреуісінің ішкі гранттары бар мысалда. Жалпы университетте ана бұрышта отырған балаға біз ұнамайды мысалда, артына жүгіргіміз келмейді. Университетте бала деген былай жеті жанып тұрса мысалда, ана конференцияға, мына жаңағыдай симпозиумға, мына іс-шараға қатысып, мына үйірмеге қатысып жауапкершілік алатын болса, бізге ұнайды. Вау дейміз, қандай керемет, сол әртүрлі мүмкіндік келген кезде именно сол активный студенттерге жұмыс істегіміз келеді, соларға тапсырма бергіміз келеді, соларға стипендия бергіміз келеді, соларды жаңағыдай ертең қолдағымыз келеді. Неге? Ол өйткені университетке барын салып жатыр, білімді алу үшін барын салып жатыр, өз саласын дамыту үшін барын салып жатыр. Вот осындай студенттерге бізге ұнайды, көрдіңіз ғой да. Сондықтан да белсенді болуды кеңес берер едім. Соңғысы, шынымен де егер жоқ мен шынымен де ақыл оқығым келмейді, оқи алмаймын, жағдайым жоқ дейтін болсаңыздар, ата-аналар не істейсіздер? Балаңызды қайтадан бір жыл дайындайсыздар. Яғни қайтадан бір жыл дайындалып, керек даже осылай болуы мүмкін, мен сізге айтайын, не жаңағыдай ұнамайтын мамандыққа түстіңіз, бірақ менікі емес деп тастап кеттіңіз мысалы да, бір жыл қайта дайындалып қайтадан ұбт тапсыруға да болады. Немесе сіз оқып жатсыз, мамандық ұнамай жатыр, через не хочу жүрсіз, немесе балаңыздың түріңізден көріп тұрсыз да, бұл балам менікі емес деп айтып жатыр да, мысалы бір жыл универ оқи берсін грантпен, бір жыл қайтадан ұбт тапсыруға болады, ештеңе етпейді. Яғни ұбт тапсыруға ешкім қарсылық жоқ.
ақшасын төлейді, 5 мың 6 мың теңге төлеп қайтадан тапсыра береді мысалы, ешқандай бұл ештеңе жоқ. Бірақ кейін грантқа түсетін кезде, грант конкурсқа баратын кезде сол университет шығып кету керек, көрдіңіз ғой да. Сондықтан да бірінші курста оқып жатқан студенттердің құлағына алтын сырға, ұбт тапсыруға ешкімдің сізге кедергі жасай алмайды. Барып жаңағыдай сіз 2 жыл бұрын түлеп болсаңыз, 3 жыл бұрын түлеп болсаңыз да қайта қайта ұбт тапсыра беріңіздер. Не болмаса соңғысы, егер білмеймін, мен бұл жерде әдейі жазған жоқпын, бірақ шетелде гранттар бар. Әсіресе мен соңғы 1-2 жылдан бері көп өзімдің студенттерім шетелден хабарласып жатыр, ағай сіз балаларға грант туралы көп айтасыз. Бізде мысалы Польшада грант бар, жаңағыдай Чехияда грант бар, Словакияда грант бар, Қытайда грант бар, мысалы да әртүрлі гранттар бар. Бірақ бала 1-2 жыл дайындалса екен, ағылшын жақсы болса екен, Италияда грант бар дейтіндер бар, Кореяда грант бар, Малайзияда грант бар дейтіндер, мысалы Дубайда, мысалы Түркияда грант бар дейтіндер бар. Шынымен де маған көп келеді, осының барлығын мен сізге егжей тегжеймен бөлісіп отырамын. Өзімдің студенттерім, менеджерлерім бар, соларға жіберіп отырамын. Солар сізге барынша шетел туралы айтып беретін болады. Егер вдруг жаңағыдай қаржыңыз бар болса, кішігірім жаңағыдай ағылшыныңыз бар болса, өзіңіз сенімді болсаңыз, шетелге шығуға дайын болсаңыз, шетелге де грант бар екенін еске сала кетемін. Жақсы ма? Жалпы әсіресе 9-10 деп айтайын, маман дұрыс таңдау өте көп лайфхактарым бар. Мен енді соңғы қанша, 16 жылдан бері осы салада жүргендіктен, соңғы 7-8 жыл тек қана осы 9-10 маман таңдап беремін, грантқа түсіру бойынша, университет таңдау бойынша мен өзі экспертпін. Инстаграмда қарасаңыздар, басым бөлігі менде сол туралы. Жалпы лайфхактарым бар, икигай методикам бар, 4Q техникасы бар мысалда, проф деген тесттеріміз бар, job shadowing әдістеріміз бар мысалда. Оның барлығын не істейміз? Осы арқылы біз балаңыздың, құрметті ата аналар, 10-11 9-10 балаларыңыздың нақты мамандығын нақтылап береміз, шегелеп береміз. Өйткені мамандығы айқын емес бала ертең шаршаңқы болады, дайындалғысы келмейді. Мысалы да өкінішке орай көріп жатырмыз, соңғы 2 жыл бойы 40 мың 50 мың бала шекті бала ала алмады. Басым бөлігі мамандығы айқын болмағандар мысалы да. Бала егер бір нәрсе бағыты анық болмаса, мен сізге айтамын, не істейді? Скучно дейді. Қайта айналып телефон көре береді. Кейбір балалар мен қарап көрдім, экраны бермесін 10 сағат 12 сағат телефон қарағандар бар. Сондықтан да маман дұрыс таңдау үшін де лайфхактарым құлағына алтын сырға. Егер қандай да бір кеңес керек болса, мен ең соңында қазір сізге телефондарымды барлығын қалдырып кетемін. Хабарлассаңыздар, біз сізге 9-11-лерге мамандығын нақты шегелеп береміз. Егер керек болса, бірінші екінші курс студенттер де бар, кейде ағай мен не бағытқа түстім, ауыстырайыншы мамандығымды, ауыстырсам қайда барайын білмеймін дейтіндер бар мысалы да. Оларға да біз кеңес береміз. Яғни бізге 7-ден 70-ке деп айтайын, кез келген адам келеді, өз нишасын табуға келеді. Біз оларға да барынша қолдау көрсетеміз. Жалпы маман таңдағаннан кейін міндетті түрде біз бүкіл гранттарды, бағана айтып кеттім мысалы да, бүкіл гранттарды егжей тегжеймен түсіндіреміз. Не үшін маңызды бұл гранттардың түрлері? Себебі маңызды мәселе бұл жерде әрбір грантты білу керексіздер. Біз әсіресе мына менторство группасында осының енді әрбір грантқа тиетін болсам, қазір түсіндіретін болсам, жоқ 2-3 сағат уақытым кетеді, оған уақытым жоқ. Бірақ жалпы айта кетейін, мына әрбір грантты біз менторство группасында жеке егжей тегжеймен түсіндіреміз. Әсіресе балаларыңыз 9-11 болса, мысалы осы гранттарды міндетті түрде мұқият болыңыз, ата ана жазып алыңыздар, түртіп алыңыздар. Сіздерге де бұның барлығы керек. Себебі осыларды білсеңіздер, ертеңгі күні сіздің балаңыз бұйырса бір емес бірнеше салада бірнеше грант алу ықтималы өте жоғары. Бұл деген балаңыздың өзіне деген сенімділігі. Әсіресе мына 4 таңдау бойынша көп айтқан болатынмын. Мысалы да маған осыдан көп адамдар келеді, ағай, мынау мен грантқа түсе аламын ба, мысалы да мынау грант мүмкіндік бар ма, жоқ па деген сияқты. Мына жерде мен сонда бір кейс талдаулар көп жасаймын. Мысалы Жансая қызылордалық ағылшын дүниежүзі тараған 23 балл, ешқандай квота жоқ. Яғни квота деген бұл жерде көп балалы, толық емес отбасы деген сияқты, ауылдық квота сияқты квота жоқ бұл жерде. Қараңыз, төртеуін де осылай таңдаған, екі шет тілі бойынша СДУ, абай, ЖМПУ, ИНУ деген сияқты. Негізінде үлкен қате, өкінішке орай бұл қызымыз грантқа түспей қалды. 4 таңдауда қате жасаудың арқасында, қате жасағаны үшін жаңағыдай өкінішке орай грантқа түспей қалды. Сәуле алматылық өте ақылды қыз, негізінде 4 түрлі мамандық жазғаны үшін, мысалы да математика, мұғалімдігі, физика мұғалім, бұл маған келді есімде. Сәуле өте ақылды қыз, ағайды мен енді мұғалім болғым келеді. Егер мұғалім болмасам, туысқан мамандыққа барсам болады. Бірақ негізгі мақсатым осы Алматыда оқысам, жаңағыдай СДУ, абай, ЖМПУ немесе жаңағыдай Астана оқысам деген топ университеттер айтты. Шынымен де бұл 105 баллмен мат мұғалімға, физика мұғалімға, қателеспесем, екеуіне де грантқа түсе алмады, бірақ мат статистика грантқа түсіп кетті мысалы да. Сол сияқты 4 түрлі мамандық, 4 түрлі университет жаза білу, бұл мына 4 таңдау техникасына кіреді. Біз бұл техниканы бұйырса жаңағыдай жыл сайын мұғалімдерге, профориентологтарға, аталарға арнайы үйретеміз. Ертеңгі күні 4 таңдау арқасында қанша бала грантқа түсіп кету ықтималы жоғары.
Әсіресе мына баланы тану бойынша біз мына тапқыр бала деген бір өзіміздің жоба аштық. Тапқыр баланы жақын таны, есіңізде ме? Менің атым қожа киносында бір күшті сөз бар ғой да. Бала деген ол қапшық емес, не болмаса сала беретін. Бала деген шамшырақ, оны жаға білу керек. Шынымен де баланы жағу үшін, баланың шамшырағын жағу үшін оны біз не істеу тану керекпіз. Яғни кез келген ата ананың, мен сізге айтайын, кез келген ата анаға кез келген балаңыз тапқыр, мәселе оны тану керекпіз. Танымасақ балаға біз не істейміз? Өзіміздің кесірімізді тигіземіз. Яғни қаннан қорқатын балаға медик бол дейміз. Мүлдем математика қызықпайтын балаға отырамыз, айтишник бол дейміз мысалы да. Шығармашылық жоқ бала, ойбай сен сахнаға шық дейміз, сөйле дейміз мысалы да. Сол сияқты баланы танымасақ біз баланы ертең құдай сақтасын қинап жіберуіміз әбден мүмкін. Сондықтан да біз жалпы тапқыр баланы жақынырақ тан деген арнайы ойын дайындадық. Бұл жерде мақсатымыз не? Мақсатымыз өзімізде шетелде көп болғандықтан біраз кітаптар оқыдық, біраз осылай ойындар көрдік мысалы да. Біз кей кезде ата аналар маған көп келеді, ағай дейді, баламыз не сөйлесетінін білмей қаламыз. Шынымен де кей кезде қандай сұрақ қоятынын білмейміз дейді мысалы. Немесе шай барысында жаңағы, немесе үйде элементарно төрт бес сұрақ бар. Қарын тоқ па, киім кидің ба, көбінесе жауабы иә жоқтан тұратын сұрақтар сұрайды екенбіз, болды. Яғни бұл не дейміз? Қарапайым сұрақтар, немесе баланы ашпайтын сұрақтар. А мына шапқыр баланың жақын ойыны дегеніміз, бұл Каспийде бар, айтпақшы. Каспийде бір 5.900 ба сондай бір теңге тұрады. Заказ берсеңіз 2-3 күнде келеді. Баламен шай ішу барысында, пикникте, любой кез келген жерде балаға ерекше сұрақтар қоясыз. 90 карточкадан тұрады. Әр карточкада 2 сұрақтан бар. Мысалы, ойлап көріңіз, көп ақшаң болса қалай бұны жұмсар едің? Бала қиялын айта бастайды мысалы да. Көрдіңіз бе? Осылай сұрақтар арқылы баланы не істейміз? Ашуға тырысамыз. Бірақ бұны ата-аналар да бірге ойнау керек. Бала сіздің де былай шынайы екеніңізді көру керек. Сол кезде бала өзі шынайы сезінеді, өзінің ішкі дүниесін айта бастайды. Бірақ бұл жерде бала дұрыс немесе бұрыс деген жауап болмайды. Бала өзі ойын айтып жатыр. Сенікі дұрыс, сенікі бұрыс емес. Баланы ұрсуға, баланы жаңағыдай қиялын кесіп тастауға болмайды. Вау, қандай керемет, солай ма деген сияқты поддержка беріңіз, эмоция көрсетіңіз да. Одан бөлек көп ата ана маған сұрайды, ағай қандай мамандықтар бар? Өткенде бір семинарда 300-дей ата ана қатысқан. Сұрадым, қай мамандықты білесіз десем, шынымен де ана 300 ата ананың почти 90-95%-і 2-3 мамандық айтып берді. Бұл не? Көріңіз, дәрігер, мұғалімдік, IT, бәлкім кей кезде экономика, юрист шығады, болды. Ал негізінде Қазақстанда 200-ге жуық мамандық бар, әлемде 2000-нан аса мамандық бар мысалы да. Соған қатысты біз Қазақстандағы әр мамандық жаңағыдай қай салада жұмыс істей алады, ол не туралы, кім болып шығады мысалы да, айлығы не, қанша балл керек, соның барлығын 2-3 ай зерттеп, осылай бір мамандықтар гайд деген гайд шығардық. Қазақстандағы жалпы мамандықтарды нақты егжей-тегжеймен зерттеп, осылай бір сіздерге бір ұсындық. Тоже неде бар, Каспийде бар, мамандықтар гайд десеңіз шығады. Тапсырыс беремін дейтін болса, тоже 4-5 мың теңге шығар, ары кетсе 2-3 күнде сіздің өзіңіздің мекен-жайыңызға барады, хабарыңыз болсын. Бұл да сізге мүмкіндік, тамаша, құлақ қағыз. Одан бөлек жалпы мына әсіресе мен өз балаларыма оқытқан мына смарт кітапхана деген кітаптарымыз бар. Бұл не деген, әсіресе қазақ тілді аудиторияға өте керемет. Бала кішкентай кезден бастап даму керек. Өзінің деңгейіне сай кітаптар оқу керек. Мен өз балаларыма көп кітап оқытамын. Кейде де ай сайын жаңағыдай балаларға біз 20-30 мың ақша бөлеміз. Өзі бір кітапханадан кітап жаңағыдай таңдап алады мысалы да. Тіпті оқыған әрбір кітабына мен бір балаға мотивация болсын деп бір 30-40 теңгеден беремін. Бұл деген сөз, бала кәдімгідей кітап оқып ақша жинайды. Бұл қаржылық сауаттылық бір жағынан ол өзінің тапқан ақшасы ғой, ертеңгі күні өзіне қызық нәрсеге жұмсауды үйренеді мысалы да. Шын мәнінде бұл да қызық. Осылай бір кітаптар бар. Бұл да бір Каспийде бар, ары десе бір 1000-1200 теңге ме сондай кітаптар. Былай жіңішке кітаптар. Осыны айтып едім, өйткені бір ағамыз айтады, мә бәсе, мен балам кітап оқымай жүр, неге десем, мен байқамаппын. Не болды десем, мен балаға қайта 4-ші сынып балама абай жолын бере беріппін дейді да. Абай жолын оқы мысалы. Мен айтамын, абай жолы ауыр ғой дейді да. Иә деймін, қатты ауыр екен, мен оны кейін байқадым дейді да. Шынымен де кей кезде біз ата-аналар біз кезімізде деп бастаймыз. Керек емес, біз кезіміз сөз керек емес. Қазір заманға сай кітаптар, қараңыз, достар туралы, Супермен туралы мысалы да, біздің тарихымыз туралы керемет кітаптар. Смарт деген ақылды, смарт кітап деген баланың мына әсіресе 15 минутта бітіретін кітаптар ғой, былай да. Үйде мысалы 5-10 минут кітап оқыса, күнделікті ойлап көріңіз, бір айдың ішінде осылай бір жіңішке 5 кітап, 3 кітап бітіреді. Қандай керемет нәрсе да. Осындай 1-6 сынып балаңызды жүйелі дамытқың келсе, смарт кітапхананы кеңес беремін. Тоже біздің Каспийімізде бар, немесе Каспийден смарт кітап десеңіз осылай шығады. Бұл да сізге жаңағыдай пайдалы ақпарат болсын.
Бірнеше рет менторство сөзін көп қолданар едім. Соңғы 2-3 жылдан бері қатты мән беріп келе жатырмын. Балалар белгілі деңгейде шаршайды, шаршаңқы болады мысалы да. Енді ата-ана көбінесе жұмыста болғандықтан, балама курс алып бердім деп жүре береді. Бала бірақ шаршап қалады. Балаң белгілі бір тәлімгер болмаса, белгілі деңгейде жүйелейтін бір қазір ұстаз болмаса, өте қиын, соны түсіндім. Өз басым соңғы бір 2-3 жылдың ішінде осылай бір менторство бір көп емес, бір 10 шақты бала алып жүрген едім. Биыл соның жемісін көрдік. Биыл менторство алған біраз балаларым тфай-тфай бір емес 2-3 грантқа түсіп кетті мысалы да. Бұл не деген сөз? Менторство деген сөз бір жылдық сопровождение. Бұл не деген сөз? Әсіресе балаңыз 11 болатын болса, мейлі ауылда жүріңіз, мейлі қалада болыңыз, маңызды емес. Біз ең алдымен балаңыздың мамандығын таңдап береміз. Мамандығы дұрыс таңдалмаған баланың кез келген курс пайда жоқ. Өйткені бір ата-ана келіп тұр, Омарбек мына қызым мені күйдірді деп. Не болды десем, бір емес екі емес 3-4 курс алып бердім дейді. Онлайн, офлайн, алған балын қарашы дейді. Қанша десем, 47, 49, 48, біреу 51. Проходной балл бар десем, жоқ медика ғой дейді. Медицинаға 70 балл керек. Иә, даже ақылыға да жетпей жатыр. Қараңызшы. Сонда 3-4 курс алып, әр курстың құны бір 300-400 мыңнан миллион жарым ақша кеткен. Қараңызшы, бала қарасаңыз да. Бірақ бала сол 50-дің айналасында жүр. Қарындасым не болды деймін да? Ағай, это же не мое дейді. Мен вообще дәрігер болғым келмейді. Шынымен де химиясын ашып қарасам, 50-ден 9, сондай шамасында. Биологиясы 50-ден 11, 12, 10 шозым. Мынау не деймін да? Ағай, вообще химия менікі емес дейді. Қызбен жұмыс істедім, кішігірім жаңағыдай әртүрлі профтест тапсырып көрдік. Бала полный шығармашылыққа. Неғып бармайсың? Мама жібермейді дейді. Отырып енді мамасымен жұмыс істедік. Шынымен де былай қарасаңыз, былай да кей кезде баланың мамандығы дұрыс болмаса, өкінішке орай не істейді, біз айналаға жаңағыдай байқамай балаға не істейміз, дұрыс емес бағыт бағдар беріп жібереміз. Мен сізге айтайын, Қазақстанда ешбір курс, мысалы отырып, кел, айналайын, сен маман таңдап берейін көп демейді. Оларға таңдау пәні болса болды, сіздерге тақ сразу курсқа дайындауға кіріседі. Жоқ, менің кеңесім олай жасамаңыздар. Мен не істеймін? Осы менторствода мен ең алдымен маман таңдап беремін. Бұл бір. Бірінші жұмысым осы. Балаңызбен бұйырса 1 апта, 2 апта, кейде 3 апта созылуы мүмкін, яғни 1 айдың көлемінде мамандығын нақты шегелемейінше жібермеймін. Нақты шегелеп, болды, осы мамандыққа оқимын дегеннен кейін, ол мамандық бойынша қай университетте оқуға болады, қанша балл керек, соның барлығын жүйелеп түсіндіріп беремін. Бұл біріншіден. Екіншіден, грантқа түсу жолдарын түсіндіріп, қандай гранттар бар, бәрін айтамын. Жаңағыда 14-15 түрлі гранттар айтамын. Дәл осыған сәйкес өзімнің жаңағыдай іздеу түлектері ашқан тамаша бір орталық бар, офлайн, онлайн. Солармен келістім. Бұйырса олар бүкіл осы менің ментор жазылған балаларға 5 пәнін онлайн дайындайды. ОБТ дайындық бар. 5 пәннен. Бұл күшті нәрсе. Олар бүкіл нәрсені ол жауапкершілік алып жатыр. Уже қанша 5 жылдан бері бұл салада эксперт бұл кісілер. Былтыр қанша 500 баланың почти 200-ден аса 212 баласы 120-130 плюс алды. Қандай керемет. Мен бірінші рет видеомда бөлістім. 139, 138 деген сияқты. Вот сондай бір тамаша мүмкіндік бар. Демек сіз ауылда жүрсеңіз де, қалада жүрсеңіз де, тіпті жаңағыдай қосымша курс алып жүрсеңіз де маңызды емес. Осындай біз сізге менторствоның ішінде сондай бір тамаша 5 пән ОБТ қостық биылдан бастап. Одан кейін лично өзім 4 таңдауды өзім жасап беремін сіздерге жаздың күні грант конкурсы кезінде. Ол жағын уайымдамай ақ қойыңыздар. Қай университет мықты, рейтинг бәрін айтып беретін боламын. Әсіресе әр ОБТ-дан кейін свод талдау жасаймын. Свод талдау деген не ол? Баланың мысалы қай жерде хромайды, қай пәннен төмен, қай пән жоғары, қай пәнге фокусын беру керек. Мысалы қаңтар ОБТ ма, наурыз ОБТ ма, негізгі ОБТ барлығына келіп отырып балаңызбен жұмыс істейтін боламыз. Одан бөлек қосымша гранттар бар, мысалы да жыл барысында қаншама грант түрлері бар. Соның бәрін айтып балаңызды қатыстырамыз. Әсіресе 11-ге мысалы да мынаған қатыс. Өйткені білемін, көп ата-ана бұдан хабар жоқ, және грант өтіп кеткеннен кейін хабарласады. Ағай дейді, августтың 25-інде, 24-інде ағай грант керек. Поздно уже, грант өтіп кетті барлығы. Ал егер сіз маған жаңағыдай сентябрьде, қыркүйекте немесе жаңағыдай 11 келген болсаңыз, мен жылдың басынан бері осылай гранттарды айтып отыратын деген кезде ағай білген жоқпыз дейді. Сол сияқты менторство осылай сізге қосымша гранттарды ұсынатын тамаша мүмкіндік. Ары қарай бала жаңа айттым ғой, шаршайды, 1-2 жылдан кейін ағай анау дейді, мынау дейді, жаңағыдай кейде болады психологиялық тұрғыдан қолдау керек болады. Соның барлығын біз ай сайын баламен кездесіп, әртүрлі мотивация береміз, баланың психологиялық деңгейін тексереміз. Бұйырса, оның бірлігі осылай бір тамаша мүмкіндігіміз бар. 25 тамызға дейін 1 жылдық сопровождение дейміз, қолдау дейміз, жақсы ма? Әсіресе 11-лер, мен сізге кеңес беремін, бұны жіберіп алмаңыздар. Бұл тамаша мүмкіндік. Біз биыл көп адам қабылдамаймыз, өйткені мен үшін сан емес, сапа керек. Сондықтан да егер кімге қызық болса, пожалуйста, есіміз ашық. Ал құрметті мектеп орталық немесе ата-аналар, мектептің орталықтарының басшылары, сіздерге бір тамаша мүмкіндік, тамаша бір ұсыныстарым бар. Егер осы видеоны қарап жатқан ата-аналар болса, мектепте жұмыс істейтін ата-ана деп айтайын, не болса ата-ана комитеті болса, немесе мектеп орталықтың басшылары, директор, завуштар, мұғалімдер болса, 9-11 сыныптардың жетекшілері болса, психологтар болса, мынау сізге тамаша мүмкіндік. Сіздің балаларыңыздың бұйырса біріншіден жеке консультацияға шақырамын, яғни балаларыңыздың нақты маман таңдау беруін біз қолдау көрсетеміз. Мына біздің телефондарымыз.
Одан бөлек әртүрлі тесттер топтық немесе жеке мысалда болады, кейде мысалы 100 бала бар, біз бүкіл 100 баланы жинап арнайы профтесттер бар бізде, қазақша орысша тапсырып баланың нақты бейімділігін сіздерге жеткізетін боламыз, немесе сіздің профориентологыңызды дайындап береміз. Егер бір мектептен мысалы бір 100 бала шықса, мысалы 100 бала, бұның жаңағыдай ақылы, енді бұл тегін емес, негізінде өздерінің сайттарында 20 мың теңге болса, біз сіздерге егер 100 бала болатын болса 30-40-50% жеңілдік алып бере аламыз. Не істейміз, сіздерге промокод береміз, сол промокод бойынша не істейсіздер, бала тапсырады, тапсырған тестін талдауды сіздің профориентологқа біз үйретеміз. Жақсы ма? 100 баладан кем емес. 100 баладан жаңағыдай кем жоғары болса ғана біз балалар сіздің профориентологқа бір уақыт бөлеміз, 1-2 апта бойы үйретіп, жаңағыдай бәлкім болашақ профориентолог дайындаймыз оны. Одан бөлек сіздің мектебіңізге жаңағыдай әсіресе 9-10-11-лердің талапкерлеріне оян талапкер семинарымыз бар, яғни жылдың басында болсын, ортасында болсын, оянған талапкер не істейді, ары қарай қандай мамандық бар, қандай гранттар бар, әлем қайда бара жатыр, қай сала қазір өшеді, қай сала сұранысқа ие деген сияқты соның бәрін түсіндіреміз. Дәл солай оянған ата-аналар үшін біздің маңызды сондай семинар тренингіміз бар. Өйткені кей кезде болады, бала оянады, бірақ ата-ана оянбайды. Өз деген өз қойғаны мысалда, мен білемін дейді мысалда, өкінішке қарай бала қиналады осындай кезде. Сондықтан да біздің осы оян ата-ана, оян талапкер семинар тренингіміз бар. Кімдерге? Мектеп жаңағыдай басшылардың орталықтарға, немесе бір белгілі деңгейде бұл жерде семинар мүмкін болғанша ақылы бұл семинар, тегін емес. Белгілі гонорарымыз бар, оны төлеу керексіз, жол бар. Мысалда біз не істейміз, соны 1 сағат, 1,5 сағаттық семинар болады. Кей кезде 2 семинар қоса аламыз. Талапкер ата-ана семинары, мысалы бір күнге, допустим, 1-2 сағат, 1 сағаттай талапкер болады, одан кейін шыққаннан кейін ата-ана келу мысалда. Өйткені ата-анаға айтар сөздерім бар кейде мысалда. Ол кезде мамандықты дұрыс таңдау, ата-ананың рөлі не, нені білу керек, заманға сай баламен қалай жұмыс істеу керексің, барлығын арнайы тесттермен ата-анамен жұмыс істейтін боламыз. Сондай бір қызықты семинар тренингіміз бар. Одан бөлек осы видеоны көріп жатқан қазіргі жаңағыдай 11 сыныптар, ертең мамандық жаңағыдай таңдауға келмесеңіз де, жаңағыдай бірақ 4 таңдауға келіңіздер еді. Әсіресе грантқа түскіңіз келсе, 4 таңдау техникасы білгіңіз келсе, сізге арнайы үйретеміз. Сондай өзіміздің бір видео сабақтарымыз бар, немесе жеке консультацияда осының барлығын түсіндіретін боламыз. Және де мектептің басшыларына, құлағандықтарға, профориентологтарға арналған профориентолог прокурстарымыз бар. 80 сағаттық курсымыз бар. Сол курста оқыған әрбір профориентологыңызға мемлекеттік базада тіркелген аттестацияға жарамды сертификатымыз бар. Одан бөлек сертификат мәселе емес, сертификат жарайды, аласыз ғой, практикалық түрде үйренесіздер. Үйретемін. Неге? Жаңа өзім білген барлығын сіздің ұстазыңызға үйрететін боламын. Бұйырса менің қасымда 2-3 пакет бар, бұларды 1 айлық, 6 айлық және 1 жылдық. Әсіресе 25 тамызға дейін сопровождение алған профориентологқа кәдімгідей қасымда жетілдіремін. Мысалда, бұл профориентологтарға айтайын, қосымша табыс та болуы мүмкін. Өйткені кей кезде шынымен маған көп адам жазылғысы келеді, бірақ уақытым болмайды. Сол кезде менің адамдарым сізге жіберетін боламын. Өзіңіз сол региондарға, сол жақын жерлерге профориентолог екеніңізді айтып, ертең адамдар сізге келіп жазылатын болады. Мұның бәрінен білім болғаннан кейін білімнің жаңағыдай бір еңбекақысы бар, оны сізге міндетті түрде төлейді. Керек болса оның белгілі минимальный болады ғой, минимальный сумманы алып сіз осы жаңағыдай өзіңіз дамытуға болады, қосымша табыс табуға мүмкіндік береміз. Оның барлығын біз сіздерге барша түсіндіреміз. Осындай қызық болса, міне біздің WhatsApp номеріміз 8778 351 5658, ең достоверный номерім. Менің менеджерлер жауап береді бұның барлығына. Жаңағыдай WhatsApp-қа нақты қандай курс керек, қандай семинар керек екенін жазып жіберсеңіздер, біздің менеджерлер сізбен байланысатын болады. Керек болса кейде мен де өзім жаңағыдай сізге осылай бір Zoom арқылы шығып нақты анықтап, сосын керек болса қай қала, қай аудан, немесе жаңағыдай қай мектеп анықтап, сосын бізде семинар тренингке де бара аламыз, ешқандай проблема жоқ. Осымен осы кездесулеріміз, сабақтарымыз сізге ұнады деген ойдамыз. Сабаққа қатысқан әрбір ата-анаға, талапкерге уақыт бөлгеніңізге алғыс айтамыз. Мына біздің WhatsApp номерімізден бөлек WhatsApp каналдарымыз бар, соған кіріп алыңыздар. Біз бұл жерде гранттар туралы, мамандық туралы, университет, жаңағыдай ұбт туралы көп ақпарат береміз. Сондықтан да осындай жерге қатысып алсаңыздар, бұл барлығы тегін канал. Қатыссаңыздар, мен сізге осы каналда не істеймін, 2024-25-тің бүкіл статистикаларын мысалы жыл сайын жаңартып отырамыз. Мамандық кеңестерін беремін, мысалы грант түрлерін айтып отырамын, мысалы дамыту, баланы дамытудың жан-жақты әртүрлі кітаптары, әртүрлі тегін профтесттер, мысалы ұбт өзгерістер болып жатыр, мысалы бәрін жаңалықтан істейміз. Осындай группада сізге бөлісіп отырамыз. Сондықтан да дәл қазір камераңызды ашып, мысалы телефонды ашып, егер бұны бір компьютерде көріп жатқан болсаңыздар, камераңызды ашып, осы жаңағы QR кодқа көрсетсеңіздер, жаңағыдай сурет, видео емес, суретке бүйтіп не істесеңіздер, түсірмеңіздер, просто камераны ашып қойсаңыздар, сізге сілтеме шығады, соны бассаңыздар, біздің WhatsApp каналға сілтеме автоматты түрде сізге
жібереді. Сол каналға кіріп алыңыздар, сол каналға шықпаңыздар, өте құнды ақпараттарды сізбен бөлісіп отыратын боламыз, хабарыңыз болсын.